Оқушылар, қалдарыңыз қалай? Қазір сіздермен математика пәнінің, яғни 3-ші сынып 105-ші сабақты өтеміз. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу деп аталады. Олай болса, балалар, сабаққа қарайық. Бірінші тапсырма. Оқулықтың 55-ші бетін ашамыз. Бізде суретте балалар Абай Құнанбаевтың суреті тұр. Абай Құнанбаев ұлы ақын, философ, ағартушы, аудармашы. Оның мұрасы қазақ әдебиеті мен әдеби тілінің дамуына үлкен ықпал жасады. Оның шығармалары басқа тілдерге аударылуы арқылы дүние жүзіне тарады. Абайға Қазақстанда және әлемнің көптеген қалаларында ескерткіштер қойылған. Енді бізге астына өрнектер берген. Сол өрнектерді мәнімен сәйкестендіріп, олардың қайда орналасқанын анықтаймыз. Бірінші қарайық, балалар. 125 пен 2-нің көбейтіндісі. Бұны біз, балалар, бағандап көбейтеміз жазбаша түрде, яғни бірінші бірлікті, яғни 5-ті 2-ге көбейтіп аламыз. 10 шығады. Біз бұның 10-ның 0-ін жазып, 1-ін ойға сақтаймыз. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4, ойдағы 1 мен 5 болады. 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2, 250. Демек, оқулықтағы суретте екінші сурет. Бұл Мәскеу қаласында орналасқан. Екіншісі, 214 пен 2-нің көбейтіндісі 428. Демек, бірінші сурет. Міне Алматы қаласында орналасқан ескерткіші. Дәл осылай, балалар, бірінші есепті шығарамыз. Келесі, балалар, үшінші тапсырмаға қараймыз. Балалар әдебиеті залынан дүйсенбі күні 112 оқырманның әр қайсысы 3 кітаптан алды. Демек, 112-ні 3-ке көбейтіп аламыз. Ал сейсенбі күні 114 оқырманның әр қайсысы 2 кітаптан алды. Мұнда да дәл солай көбейтіп аламыз. Оқырмандар 2 күнде барлығы қанша кітап алды? Балалар, дұрыс айтасыз, есеп 3 амалмен шығарылады. Бірінші амал дүйсенбі күні табамыз, сосын сейсенбі күні табамыз, және осы 2 күнді қосамыз. Сонда жауабы оқырмандар 2 күнде барлығы 564 кітап алды. Енді төртінші есепке қарайық. Абайдың қара сөздері 184 беттен тұрады. Егер 12 күнде 4 беттен оқылған болса, оқылмаған қанша бет қалды? Мысалы, бір адамды алып қарайық. Ол 12 күн бойы оқиды. Бір күнде 4 бет оқиды. Демек, 12 күнде 48 бет оқиды. Ал қара сөздері барлығы 184 беттен тұрады. Есеп міне 2 амалдан шығады. 2 амалдан тұрады. Бірінші көбейтіп аламыз, сосын азайту амалы жүреді. Сонда Абайдың қара сөздерінің әлі оқылмаған 136 беті қалды. Дұрыс айтасыз, балалар. Келесі дәл осы 5-ші есепке қарайық, балалар. 5-ші есептің асына. Балаларға арналған 2 кітапқа 600 теңге төленді. Осындай 3 кітапқа қанша теңге төлеу керек? Ол үшін бірінші біз 1 кітапқа қанша теңге төлегенін тауып аламыз. Ол үшін 600-ді 2-ге бөлеміз. 300 шығады. Бұл 1 кітапқа төлеген ақша. Енді 3 кітапқа қанша ақша төлеген табу үшін 300-ді 3-ге көбейтеміз. Демек, 3 кітапқа 900 теңге төледі. Ең соңғы 8-ші тапсырма келдік. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. Мысалы, мына жерде басында біз, балалар, центнерді килограмм айналдырамыз. Өздеріңіз білетіндей, 1 центнерде 100 килограмм болса, 2 центнерде 200 килограмм. Соған 60 килограмм қосамыз. Демек, біріншісінде 260 килограмм. Екіншісінде 206, үшіншісінде енді килограммды центнерге өрнектейміз. 520 килограмм деп отқанымыз 5 центнер және 20 килограмм. 98 дециметр. Бұл қанша метр, қанша дециметр екен табу керек. 1 метрде 10 дециметр болса, демек 98 дециметр деп отқанымыз 9 метр және 8 дециметр. Келесі 2 сағат 2 минут. Ол үшін бізде 1 сағатта 60 минут болса, 2 сағатта 120 минут, соған 2 минутты қосамыз.
демек 122 минут. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын балалар. Сау болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыз және жанындағы қоңыраушаны басамыз міндетті түрде.